Ақтау қаласы нөмірі 3 жалпы орта білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ниязова Құралай. 3 сынып әдебиеттік оқу сабағы. Сабақтың тақырыбы аналар мерекесі, ардақты ана. Әнуарбек Дүйсенбиев, Әбді Шынбатыров. Оқу мақсаттары: шығарма кейіпкерлеріне хат, ертегіге кейіпкер қосу, соңын өзгерту, өлең, 4 жолды, әңгіме, оқығаны, көргені бойынша жазу. Балалар, мына сөз жұмбаққа назар аударайық. Көп нүктенің орнына отбасы мүшелерінің атауын қою керек. Олай болса, отбасымыздағы бәйтерек кім? Отбасымыздағы бұлақ кім? Бұлақтың жағасындағы кім деп ойлайсыңдар? Балалар, өздерің тапқан нақыл сөзді қалай түсінесіңдер? Ойларыңды сурет түрінде де ұсынуға болады. Қызылмен белгіленген жолақтағы ұғымға 5 сөз ойластырып көріңдер. Енді балалар, Әнуарбек Дүйсенбиевтің ардақты ана өлеңін мұқият тыңдаймыз. Ардақты ана, аяулы ана қымбаттым, тәтті құңды бөліп талай түн қаттың, өміріме нәрін берді ақ сүтің, кең құшағың аясындай гүл бақтың. Мен өзіңмен қайда болсам біргемін, махаббатың жүрегімде жүр менің, күн нұрындай жадырай бір күлгенің, қандай жақсы ортамызда жүргенің. Ер жеткізіп елге берген баласын, ақылдысың, ардақтысың, данасың, қарайтыным қас қабағың бір сенің, қайратыңнан қайта көрме анашым. Балалар, олай болса осы өлеңнің авторымен танысайық. Әнуарбек Дүйсенбиев ақын. Ол 1931 жыл және 1979 жылдар аралығында өмір сүрген. Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарақыстақ ауылында туған. Балаларға арналған «Қайырлы таң балалар», «Кім ерте тұрады» атты ертегілер мен өлең жинақтары бар. Олай болса, балалар, жаңағы менің оқыған өлеңіме сүйене отырып, ана қандай деген сұраққа жауап беріңдер. Балалар, Әбді Шынбатыровтың «Қуаныш» мәтінін оқымастан бұрын сергіту сәтіне кезек берейік. Жанның ашып сарайын, ата-баба салтымен амандасып алайын. Ана тілін ардақтап, әсем әнге салайын. Ана тілін ардақтап, әсем әнге салайын. Ана тілін тұғырын, ұзақ болсын ғұмырын, ұрпағыңмен мың жасап, шарықтасын жырының. Татып әркез жүрейік шешен сөздің шырының. Татып әркез жүрейік шешен сөздің шырынан. Балалар, Әбді Шынбатыровтың «Қуаныш» мәтінін түсініп оқиық. Роза биыл ғана мектеп табалдырығын аттады. Бір күні сабақтан келсе, үстел үстінде күнтізбенің жыртылған беті жатыр. Есіне түсе кетті. Бұл күн анасының туған күні. Сондықтан анасы жұмыстан келгенше сыйлық әзірлеуді ойлайды. Не сыйлауға болады деген ой мазалай берді. Әрі ойлап, бері ойлап, кітаппен айналуға тоқтағанда ақшасы жоқ екені есіне түсті. Енді не істеу керек? Ол соны ойлай жүріп, үй ішін жинады. Заттарды айнадай етіп ысқылап сүртті. Шаршаған Роза
диванға жатып еді, лезде ұйықтап кетті. Ұйықтап жатып түс көрді. Түсінде ол анасына бар сырын ақтарды. Өзінің ақша таба алмай қынжылғанын, үйдің ішін ретке келтіргенін айтты. Ойына келгенді бүккен жоқ. Күлімдеген анасы, бүгін сабақтан қандай баға алдың деп сұрады. 2-5, ана. Міне, тамаша сыйлық. Менің туған күніме мұнан артық сыйлық бола ма екен, қарғам-ау? Анасы бетінен сүйді. Роза қуанып кетті. Ана, ренжімейсіз ғой, ә? Онда туған күніңізбен құттықтаймын, ана. Осылай дей бергенде Роза оянып кетті. Қараса, анасы бас жағында отыр. Түс көргенін айта бастап еді, бәрін сезген анасы жымиды да, қызым-ау, үй ішіне қолғабысыңды тигізіп, әрі сабақты жақсы оқығаныңнан асқан сыйлық бар ма анаң үшін, деп оның басынан сипады. Роза түсінің шындыққа айналғанына қуанды. Балалар, бұл мәтіннен не түсіндіңдер? Осы мәтінді оқығаннан кейін мына сұраққа жауап беріңдер. Розаның анасына деген сыйлығы туралы өз пікірлеріңді білдіріңдер. Өзің, анаңа, жақындарыңа не сыйлар едің? Олай болса, балалар, сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма, ардақты ана өлеңін жаттау. Рахмет.